Сәлем достар, бүгін біз тәтті тоқаш пісіреміз. Керекті заттар: жылы су, сүт, ашытқы, қант, тұз, сұйық май. Алдымен жылы суымызды құямыз, ашытқымызды саламыз. Кішкене қант қосып жіберсеңіздер болады. Араластырып, бетін 10-15 минутқа жауып қоямыз. Өйткені ашытқымыз көтерілуі қажет. Ашытқымыз көтерілгеннен кейін сүтімізді құямыз, тұзымызды саламыз, қантымызды саламыз, сұйық майымызды құямыз, араластырамыз. Және керегінше ұнымызды салып, қамыр илейміз. Қамырымыз міндетті түрде жұмсақ болуы қажет. Қолымызбен илеп аламыз. Бетін жауып, жылы жерге қойып ашытып аламыз. Қамырымыз көтерілді. Оны алып, бөліктерге бөліп, менде 9 бөлік шықты. Осындай бөліктерге бөліп аламыз. Және де өздеріңіздің қалауларыңызша формасын жасап 10 минутқа қойып қоямыз. Мен осындай формада жасадым. Бізге керек жұмыртқаның сарысы. Жұмыртқаның сарысын алып, бетіне жағып шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша үстіне не мак, күнжіт сеуіп пісіруге болады. 10 минутқа қойып қоясыздар. Өйткені біздің тәтті тоқашымыз көтерілуі қажет. 180 градуста пешке пісіріп аламыз. Менде осылай болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Лайк басып тіркеліп кетіңіздер.